Әлемге әйгілі Қайрат Нұртастың отбасы әрдайым ел аузында жүреді-ау. Қайрат пен Жұлдыз ажырасқаны енді мәлім болғандай болды. Бұл видеоны көріп кішкене болса да мейірімі бар жандар бір жылап алған шығар. Әр бала өз әке-шешесінің бірге болуын қалайды, бірақ өмір қатыгез екенін өскен сайын біле береді. Қайрат Нұртас баласының туған күніне осындай шумақтар жазыпты. Тоймаймын қарай берсем қылығыңа, ойлаймын ойдың кіріп тұнығына. Хан ұлым дүниеге келген күні, құтты болсын тілерім құлыныма. Азамат болып өссен таудай болған, бар ма екен одан асқан қандай дарман. Хан балам ғұмыр жасың ұзақ болсын, түріде әкесіне аумай қалған. Арманыңа жетеді қаласа кім, сенімен еске түсер балашағым. Мол болсын несібең мен бақ, байлығың, зор болсын құлыншағым болашағың. Отмечать будем 20-го. Ажырасыпты ғой ақыры. Қайрат Нұртас баласының туған күніне келді. Желі қолданушылары ажырасыпты ғой ақыры. Жұлдыз да үйде жоғау, қонаққа келген сияқты. Өксіктері толып тұр деп жазуда. Азамат бол, мы тебя все любим, всегда поддержим, ценим тебя, чтобы у тебя сильное здоровье было, чтобы достигал всех своих целей. Цените вот это время, умей временем управлять. Мы тебя любим тоже. Мы с тобой всегда рядом будем ходить. Деньги нужны будут, звони мне. Я у папу прошу, мне скиньте, я потом перекину. Гүлзира Айдарбекова келіні Жұлдызға қатысты көпшілік сұрағына жауап берді. Желі қолданушысының бірі продюсердің жазбасының астына Гүлзира барлығын желіге салып отырсыз. Тойда тамашаладық. Бірақ отбасы жайлы айтқанда бәрі шынайы болу керек сияқты. Құдаларыңыз бен үлкен келіндеріңіз Жұлдыз жайлы айтпайсыз. Ол да бір отбасылық тәжірибе ғой, айта отырыңыз деп пікір қалдырған. Ал Гүлзира Айдарбекова бәрі тек өзіне байланысты еместігін атап өтті. Неге оның бәріне ене кінәлі болу керек? Екі ортада шыбын өледі демекші, бәрі тек маған байланысты бола берді ғой. Әр адамның өз басы жеткенше істейді. Жоқ әлде Гүлекең күн бермейді екен, аузын ашып ұрысыпты деген естідіңіз бе? Нұрекең маған бірақ айып тағады. Ол айыбым, келіңдерге қатты жағдай жасап қоямын, мүлде ұрыспаймын, қатты ұстамаймын, түске дейін оятпаймын, қонақ шақырып мазасын алмаймын, қыдыруға жіберемін, үйді тазалайтын мамандар шақырып, үйді жинатып, аспаз жұмсаймын. Міне менің кінәм. Ал көз жеткізгіңіз келсе, сізді мазалаған болса бізбен араласатын кез келген адамнан сұрай аласыз, деп жауап берді продюсер.